Саламатсыздар ма? Денверден сөйлеп тұрмыз. Мен қазір машинамды Аншутс деген ғылыми зерттеу орталығы өзі госпитальға айдап отырмын. Неге? Өйткені бізге Истанбулдан, Түркиядан, сонау үлкен Истанбулдан өзі ғылыми зерттеуші, өзі дәрігер, өзі хирург, құлақ, тамақ, мұрынның дәрігері Дастан Темірбеков деген кісі осы біздің госпитальда практикасын өткізіп жүр. Сол кісімен сұхбат жасаймыз. Рахмет. Міне келіп қалдық. UC Health Anschutz госпитальға келіп қалдық. At the stop sign, turn right onto East 16th Avenue. Then turn right onto Aurora Court. Көп рахмет, ризамыз, Алекса. Күшті екенсіз. Қазір Дастанды көріп қалсақ, осы жақта жақсы болар еді. UC Health, University of Colorado Hospital дейді. Дастан, қайдасың? Онда машинемді парковкаға тұрғызайын. Мүмкін іште шығар. Енді ішке кіреміз. Дастанды көріп тұрмын. Сәлем, Дастан. Бүгін операция болды ма? Салам алейкум. Менің ең жақын адамымыз. О, күшті. Қалайсыз? Керемет. Күшті. Ал енді келдік Аншутсқа ғылыми зерттеу орталығы өзіде университет Дастан деген. Қош келдіңіздер. Рахмет, Дастан. Университетский кампустың арқаңыздың барлығы. Мына жақта несі бар, клиникасы бар өзіне. Клиникасы мына жақта, бұл жақта уже университет, иә? Артыңызда. Күшті. Енді қайда барамыз, қайда отырамыз? Скамейкаларда отырайық. Сөйтейік. Дастан, сәлем. Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Бүгін енді осындай күн туып отыр екен сізден сұхбат алатын. Сіз өзіңіз туралы бір ауыз екі сөзді айтасып кетсеңіз жақсы болар еді. Мен Дастан Темірбеков Қонысбекұлы. 1985 жылғы тумамын. Оңтүстік Қазақстанның Сарыағаш деген ауданынан Қапланбек деген ауылда туып өскен баламын. Қазақтың баласымын. Сол Қапланбектегі мемлекеттік, енді бізде барлығы мемлекеттік қой, орта мектепті бітіргем. 2002-де мектепті бітірдім. Сөйтіп грантқа, о заманда грант деген нәрсе, тем более Алматыға түсу деген нәрсе кішкене не болатын. Сондай бір біздің ауылдан кейінде бір сенсация болатын. Дәрежесі үлкен, сондай бір. Сөйтіп сол нәсіп болып 2002-де Алматыға медицина факультетіне, Асфендияров атындағы медицина университетінің, о заманда лечфак дейтін қазір. Лечфак деген қалмаған ғой. Сол медицинаға түскем. 2002-де Алматыға кеттім. 2009-ға дейін Алматыда оқыдым. 2009-да Алматының интернатурасын бітіргеннен кейін тағын нәсіп болып Истанбулға жол тарттым. Истанбулға жол тартудағы мақсатым негізінен оқуымды жалғастыру болатын. Өйткені жаңағыдай как раз 2003-те, ой деймін 2005-2004-те меді Назарбаевтың сайлауы болатын болды да, есіңізде ма не болды? Сіз есіңізде ол кезде Қазақстанда емес шығарсыз, может? Уже осы жерге ақшқа кеткенмін. Бізде сондай жаңа термин шыққан болашаковская лихорадка деген. Ой, бұл. Жыл сайын 2000 бала студентке болашаққа грант бөлінетін болып, сонымен 2000 деген керемет екен деп, сол болашақпен шетелге кетеміз деген сол кезде сол ненің дәнін екті да миымызға. Жақсы сондай бір пайдасы болды негізі соның. Жаңағы шетел деген нәрсе бар екен, шетелде оқу деген нәрсе бар екен, деген сияқты нәрсені біздің көңілімізге соның дәнін сол кезде еккен болатын. Содан бастап өзіміздің жанындағы достармен қиялдап, армандап, негізі мен сол кезде келгім келген Америка болатын, шын айтқан кезде. Бірақ 2009-ға дейін ағылшынша оқып үлгерген жоқпын. Өйткені біз мектепте немісше оқығанбыз. Университетке келген кезде тағы немісше оқытқыздар, біз немісше оқыған деп. Бірақ немісшені де қарқ қылған жоқпыз, шын айтқан кезде.
Бірақ ағылшыншамыз болмағаннан кейін 2000 университет бітірген кезде мен ағылшыншам Америкаға келуге жеткілікті болған жоқ, шыны керек. Бірақ өзімнің емдеп жүрген науқастардың ішінен түріктер болатын, олар қайта-қайта Түркияны көп рекламировать етті. Ол кезде Түркияны онша біле бермейміз. Енді білмейді екенбіз сол замандарда. Бірақ сол түрк науқастар арқылы Түркияға шығуға возможность бар екендігін көрдік та, сонымен 2009-да Түркияға бардым. Сөйтіп бір жыл дайындалып, 2010-да Түркияның резидентурасына түстім. Жаңағы резидентура дегеніміз после дипломное обучение, мамандыққа бойынша. Мамандық лор саласы бойынша түстім. 2015-те жаңағы лор саласы бойынша Қазақстанда негізінен сәл кішкене система басқаша да. Қазақстанда Америкадағы сияқты негізі. Америкада сондай. Резидентура бөлек, сосын PhD бөлек. Турцияда екеуі бірге. Резидентура плюс PhD. Сол екеуі бірге болғандықтан 5 жылға тура келеді. Сол 2015-те оны бітірдім. Маман болып шықтым. Сол 2015-тен бері қазірге дейін Стамбулда қаласында Medical Park Florida Hospital деген халықаралық ауруханада лор дәрігер болып жұмыс жасап жатырмыз. Ой, тамаша, тамаша. Бұл арада 2013-те үйлендім, 2014-те әке болдым, 2017-де екінші мәртебе әлі әке болдым, 2020-да үшінші рет әке болдым. Тамаша. Сонымен 3 қыздың әкесі болып қуанып жүреміз, Құдайға шүкір. Құдай бере салған, Алла бере салған 3 балаңыз бар, иә? Күшті, тамаша. Ал өзіңіздің жұбайыңыз да осы салада жұмыс істейді ғой, иә, эмбриологияда ма? Өзімнің жұбайым да Алматыдағы Асфендияров университетінің түлегі, ол да дәрігер. Ол бірақ эмбриология жағында, эмбриологияның зерттеушісі, қазір как раз неге дайындалып жүр, ол да PhD-сіне дайындалып жүр. Иә. Несін бітірген. Және жұмыс істейді, эко деп айтады ғой, экстракорпоральное оплодотворение дейді орыстар. Бедеулікке қарсы күресу мәселесі бойынша, сол бойынша жұмыс жасайды. Екеуміз бір ауруханада бірге жұмыс істейміз. О, күшті. Ол енді қандай жұбайыңызбен бірге жұмыс істейтін? Енді үйде неше түрлі енді отбасындағы нәрсе болып қалады, жұмысқа барғанда қалай қарайсыз? Сен маған шайды дұрыстап құймадың деп өкпелейсіз ба? Шайды негізінен ол біледі, дұрыстап құймай алсаң ұнамайтындығын, сондықтан шайды дұрыстап қоймағандығын шайқында байқаған жоқпын, бірақ жұмыста негізінен бізді ерлі зайыпты деп көп біле бермейді адамдар. Солай ма? Көп біле бермейді. Ол өзінің жұмысымен әлек, мен өзімнің жұмысымен әлек. Көрмейміз бір-бірімізді особа. Сосын үйге қайтқан кезде ол негізі жұмыс ертерек бітеді көбінесе, соны үйге ертерек қайтады көбінесе. Ал мен жұмыстарым көбейіп кетеді, операцияларым ұзап кетеді деген сияқты кейде. Күшті. Ал Америкаға қалай келдіңіз? Мына Аншут деген, Денвер деген қаланы біле бермейді, көп адам біле бермейді, иә? Ол не деген қала? Барса, әйтеуір біздің қазақстандықтар, түркиялықтар, Нью-Йорк, Чикаго, Балтимор, Калифорнияға барып кетеді, иә? Ал сіздің осы Денвер туралы біліміңіз қайдан келді, қайдан біліп алдыңыз, не себептен Денверге келгеніңізді айтып кетсеңіз? Ешкімге сыр емес қой, Америка деген әлемнің орталығы, ғылымның, білімнің, технологияның, жалпы цивилизацияның орталығы Америка екендігі ол ешкімге сыр емес. Сондықтан негізінен білімді Түркияда Құдайға шүкір жақсы нәтижелерге жетіп жатырмыз, бірақ кем-кетігін жамайтын тағы бір келесі деңгейге шығудың бір жолын іздеп жүрген болатын ұзақ уақыттан бері. Және сол үшін жаңағы Америкаға келуді кемінде 2 ай мүмкін, 6 ай мүмкін, 1 жыл келіп кетіп осы жақта жаңағы өзімнің дамуымның келесі сатысына өтудің жоспарын ұзақ уақыттан бері жүрген. Бірақ жаңағыдай ғой, өзіңіз білесіз, бала шаға бағу деген нәрсе бар, жауапкершіліктер деген нәрсе бар, жұмыстағы жауапкершілік, сондықтан сәті түспей жүрген. Бірақ жаңағыдай мүмкіншіліктің есігін іздеп жүрген адаммын. Сонымен 2019-да бізде ғылыми конференция болады. 2019-да ковидтан алдын ғылыми конференция болды. Конференцияға именно атология бойынша үлкен әлемдік деңгейдегі ғалымдардың біреуі бар, Герман Дженкинс деген.
сол Герман Дженкинс негізі осы жақта жұмыс істеген кісі. Сол бізге Стамбулға неге келеді, жаңағы лектор ретінде конференцияда доклад оқуға келеді. Докладтан кейін менің сол кездегі начальнигіммен бірге арасы жақсы екен. Ол кісі айтады, менің начальнигім айтады, мен ол кісіні қыдыртамын деп. Мен оған айтамын, давай мен де қыдыртайын, мен де көмектесейін. Сөйтіп Стамбул бірге қыдыртқанбыз. Енді өзіңіз білесіз, мен Стамбулда көп жүргеннен кейін қазіргі таңда Стамбул деген біздің қазақтарға көрші ауыл болып қалды ғой. Келім-кетім өте көп. Қонақтарымыз жиі болып тұрады. Жиі келетін болғаннан кейін әр қонақты қыдырта беріп, уже полы гид болып қалғанбыз біз негізінен. Сондықтан жаңағыдай менің начальнигімнің білмейтін өзі негізі түрік, сол Түркияда туып өскен Стамбулдың адамы болғанына қарамастан, кейбір андай мистичный жерлерді мен оған қарағанда жақсырақ біледі екенмін да енді. Сондай қызық жерлерге алып барып қыдыртқан болатын сол профессорды, Герман Дженкинсті. Сөйтіп ол да риза болып, сөйтіп сонымен кішкене арамыздағы бір сондай байланыс пайда болғанда, сол байланысты қолдана отырып, сол кісіге өтініш жасаған кезде ол әрине ол жаңа келісімін берді. Сол кісінің көмегімен, сол кісінің несімен, жаңа қамқорлығымен осы Колорадо университетінің медицина факультетінің атология, нейроатология несі бойынша, жаңағы саласы бойынша білімді арттыруға келуге жол осылай ашылды. Негізінен жаңағыдай түріктер икили илişkiler деп айтады, нетворкинг, солай нетворкинг арқылы ашылып отыр. Сонымен нәсіп болды. Сол нәтиже арқылы сізбен де танысу нәсіп болды. Иә, хабарластық. Сіздің досыңыз сіз жаққа үлкен бір дәрігер, хирург кісі барғалы жатыр. Енді сол кісіге енді көмегіңізді көрсетті, былай аралап үйіңізге алып дегендей құшағыңызды жайып, қазағыңыз келе жатыр деп қарсы алсаңыз күшті болар еді. Өз жақсы балалар өздері, сіздің достарыңыз. Сол енді жақсы болған екен. Осы онда Америкада қанша ай бойы жұмыс істеп келесіз осы практикада? Практикаңыз қанша ай? 2 ай болды. Осы қайтуға да жақын қалды. Негізі 2 айға қалғам. Келесі апта қайтатын уақытымыз дайындалып отыр. Ана жақтан Стамбулдан қайта хабарласа бастады. Балаларыңыз ба? Балашаға мен онсыз да сөйлесіп отырамыз ғой. Больницадан, ауруханадан қайта хабарласып, науқастардың жиналып қалды. Операциялардың күндерін жазып, сонда дайындалып жатыр. Енді қалған жерімізден жалғастырамыз енді. Дұрыс. Апгрейд болып барамыз. Дұрыс. Дайындалып жатырмыз. Ал енді, мысалы, Түркияның госпиталін алып, осы Аншустың госпиталін былай сараптап бір-біріне былай салыстырмалы күйде қарасақ, зерттесек, қай жерлері ұқсас емес? Мысалы, қай жерлері Американың системасы, жүйесі дейді ғой, жүйесі басқа шығар. Сіздің енді өзіңіздің пікіріңіз қандай, айырмашылығы қандай екен? Айырмашылық баршылық негізінен Америка мен Түркияның арасында. Ең негізгі айырмашылық әрине, мысалы, бұл жақтағы аппаратура Түркияда да бар, бұл жақтағы кітаптар Түркияда да бар, бірақ адамдарында айырмашылық бар. Адамдардың менталитетінде, адамдардың ол немесе бұл сұраққа мәселеге подходында айырмашылық болғаннан кейін, негізінен кәдімгідей айырмашылық баршылық. Ол көп жерлерінде әрине Америка ол алдында көп тақырыптарда мәселеге Америкада көбірек жаргон тілде айтқанда кітаби подходить етеді. Ал бірақ Түркияның да бір маған ұнайтын ыңғайлы жерлері бар. Өткенде жақында көзіме блефарит болып, өзім дәрігер, науқас болып дәрігерге өзім қаралған кезім болды. Қызарып кетті. Сол кезде көргендерім түріктердің практичности деген өте мықты қасиеті бар. Түріктер өте практичный халық екендігін тағын. Оны байқап жүрген, алдында да білетін, бірақ мына жаққа келген кезде тағын байқадым. Ал бірақ Америкада көбірек мәселеге ғылыми қарастырады, және көбірек серьезна қарайды. Соғандықтан болар бұл жақта негізінен мықтырақ, шын айтқан кезде, бір сөзбен айтқанда. Ал егер айырмашылығын былай қоя тұрсақ, мысалы, ұқсас жерлері бар ма? Иә, ұқсас жерлері өте көп. Негізінен Түркия Американың копиясы, медицинасы копиясы, макеті деп айтуға болады. Упрощенный версиясы деп айтуға болады. Мысалы, Америка бір нәрсені ойлап табады,
иә любой тақырып болсын, ол бір аппаратура болсын, ол немесе бір хай-тек бір нәрсе, жаңа ноу-хау болсын, немесе бір методика болсын, Америка ойлап табады. Түріктер оны дәл сол күйінде өте жақсы бұлжытпай копировать етеді, копиялайды. Өте жақсы копиялаушы мемлекет негізі Түркия. Бірақ өкінішке орай Түркия өздігінен ойлап табуға мұршасы жоқ. Олар ойлап табылған дайынды кейде даже американдықтардан жақсырақ істейтін шығар. практикасы күшті, Кейбір теориясы күшті, более практично шешіп жібереді. Мысалы, бірақ мысалы операцияларда әртүрлі операциялар ойлап табылады ғой. иә Операциялар америкалықтар ойлап табады, ал турецкий модификация обязательно шығады. Турецкий модификацияның ерекшелігі көбінесе арзандау болады. Жаңа хай-тек қолданбайтын более практичный вариантты өздері қосымша ойлап тауып отыр. Бірақ нөлден бір жаңа бір операция ойлап табу, нөлден жаңа бір технология ойлап табу өкінішке орай Түркияда ол жоқ. Америкадан көреміз. неге базасы жоқ па? Зерттеу базасы. Ол ұзаққа барады деп ойлаймын. Бұл Түркияның үнемі бірінші емес екінші болғандығы. Мен өзім 2 айдан бері кешке жақын бала шаға жоқ, бос уақыт көп, сонымен әр нәрселерді оқып, кішкене зерттестіріп, нетіп қарастырып, осы тақырыпта көп ойландым шын айтқан кезде жаңағы. Неге біз бірінші бола алмаймыз? Ол Түркия деген сөз біз негіз Қазақстанға да ол сұрақ тиесілді. Мысалы, Қазақстан Түркияның ар жағында отыр. Сондықтан Түркияның проблемасы мен Қазақстанның ортақ проблемалары бар негізінен. Именно бұл жерде Қазақстанның проблемасы мен Түркияның проблемасы ортақ. Біз бірінші бола алмаймыз. Бір нәрсені жаңадан созидать ете алмайтындығымыз негізінен бұл тереңге барады деп ойлаймын. Енді сіз жақсырақ білесіз, енді мен сіздің жалыңызда еткен болмайын, енді ақыл гөй болмай ақ қойын, бірақ жоқ, айта беріңіз, қызық. Менің өзім байқағаным бойынша бұл біздің түбіндегі философиямызға, өмірге көзқарасымызға түбіне барады да ол. Өйткені, допустим, Америкадағы X деген профессорды Қазақстанға немесе Түркияға апарып қойсаң, потенциальный осы жақта ғылыми жаңалық ашатын профессорды, ашайын деп атқан профессорды сол жаққа апарып қойсаң, ол жақта ол жаңалықты аша алмайды да. Өйткені бір критическая масса людей дейді ғой, критическая масса людей керек. Бір ғана адаммен бұл тірлік бітпейді. Сол жүйедегі адамдар керек, әріптестер керек, иә? Бір бағытта ойлайтын, бір бағытта қарастыратын, бір бағытта әрекет ететін адамдардың жиынтығы керек. Көптеген адамдардың жиынтығы. Енді совет заманында, сонау кеңес заманында научный институт, научно-исследовательный институттар бар болған, иә? Сол институттар жоққа ұшырады кеңес заман ыдырағанда. Соның кесірі мүмкін Қазақстанға тиген шығар, иә? Бұл жерде ол зерттеу орталығы мен институты, госпиталі бір жағында орналасқан, бір жақта әйтеуір. Енді мен ойлаймын, мүмкін Қазақстанның енді жоғары зерттеу деңгейіне шығу үшін сондай не ұйымдастырмасқа, неге ұйымдастырмайды? Мысалы үйтіп айтатын болсақ бар ғой, әпке? Түркияда бар. Түркияда Тубитак деген көптеп ақша құйып отыр. Түріктің өкіметі бұл проблематиканы көріп отыр. Және бұл проблематиканың өте актуальны екендігін сезініп, ұғынып отыр. Және бұған қолынан келгенше мән беріп, осыны дамытуға тырысып, көптеп ақша бөліп отыр да. Бірақ, нәтижесіз емес. Түркия өздеріңіз де байқап отырсыздар, өте жақсы нәтижелерге жетіп отыр. Бірақ, әлде де жеткіліксіз. Тек қана ақша бөлу, немесе тек қана өкіметтен сондай бір политика жүргізу менің ойымша жеткіліксіз сияқты да. Өйткені мысалы ондай политика жүргізу арқылы немесе сондай ниді құрастырып, жаңа ғылыми зерттеу орталығын құрастырып, оның ішіне адамдарды, штатный адамдарды отырғызып қойып, ол адамдардан ғалым шығару онша мүмкін емес сияқты да. Ол өздерінің жолын табады да, жаңағы нидағылар ол бөлінген ақшаны өкінішке орай коррупцияға немесе тағы бір деңгейге айналдырып жібереді. Қалталарына салып кетеді. Иә. Бұл жерде адамдардың менталитетінде проблема бар сияқты да. Мен енді байқап жүрем, кез келген мәселеде қарапайым ең кішкентай нәрселерден дейін біздің халқымыздың, біздің адамдардың ол мәселеге подход
басқаша, бұл жақтағы подход басқаша да. Сол қарапайым ең банальный кішкене іс-әрекеттер және кішкене өте кішкентай банальный жаңағы бит деңгейіндегі нелер, шешім қабылданып жатқан шешімдер, олар в совокупности қосылып біздің бір қоғамымызды, қоғамның менталитетін құрастыратын болғаннан кейін ол жаңағы нелер көп көмектеспейтін сияқты. Сондықтан біздің философтарымыз біздің миымызды дұрыстау керек па, білмеймін, идеологтарымыз болу керек па, біздің идеологиямыз және философиямыз бір бағытты болу керек та. Біздің ең үлкен проблемаларымыздың бірі, менің ойымша, қоғамымыздағы екі лагерьға бөліну. Жаңағыдай. Бұл жақта халық енді политический жағынан бөлінуі мүмкін, там демократтар, республиканистер, бірақ жалпы қоғамдық идеология, ценностная структура дейді ғой, құндылық жүйесі. Құндылық жүйесі бойынша бұлар бір консенсуста екендігін көріп отырмын. Дұрыс. Бізде құндылық мәселесінде біз консенсуста емеспіз, біздің қоғамымыз. Жартымыз жаңағы мұсылманшыл, жартымыз арабшыл, жартымыз тәңіршіл, жартымыз либерал, біразымыз тағы бірдеңе. Соны қосып қоямыз. Сөйтемізді әрқайсымыз бір-бірімізді кінәлаумен әлекпіз. Жаңа либералдау көзқарасы болған адамдар консервативистерді кішкене көбірек кінәлайды. Консервативистер либералдарды кінәлайды. Жаңағыдай мұсылманшылдар мұсылман емесшілдерді кінәлайды. Тағы сол сияқты бір-бірін кінәлайды. Көзіңізге ананы елестетуге болады. Велосипед, екі адамдық велосипед, бірақ екі жаққа қарап тартып жатыр да. Крыловтың лебедь, рак и щука деген аңызы бар емес пе, сондай сияқты. Сондықтан ол мәселе болған кезде нәтижеге жету қиын сияқты. Әрине. Ал егер ковид туралы сұрақ қойсам сізге, мысалы біздің былай енді көріп отырғанымыз 2020 жылы бүкіл әлем жабылып ковидтен енді көп ауырдық, кесірі үлкен. Сонда сіздің маман салаңызда осы адамдар келсе, мен құлағым естімей қалады, аузымда темірдің дәмі, немесе мен мұрным бір нәрсені сезбей қалады деген нәрсе шықса, ауру шықса, оған қалай қарайсыз? Сол вирустың кесірі сіздің салаңызға қалай болып тиді? Ковид бүкіл әлемді өзгертіп жіберді ғой. Қатты әргі жеке мысалы өзімнің организмімді ковидтан алдыңғы дастан мен ковидтан кейінгі дастан екі басқашалауда. Сондықтан бәрімізді өзгертіп жіберді өкінішке орай. Сол ковид басталған кезде 2020-ның мартында бізге Стамбулға, Түркияға 2020-ның мартында барды, пандемия басталды. Сонымен 2-3 ай отырып қалдық, науқас онша жоқ, тек қана экстренный науқастарды қараймыз деген сияқты. Сол кезде өзінде байқағанымыз жаңағыдай ең алғаш байқаған ерекшелігі иіс сезуді жоғалтқандығын нақты байқай бастадық. Уже апрельдің соңына қарай Түркияда көптеп науқас бола бастады. Сол ковидпен келген науқастарда иіс сезудің бұзылысын көре бастадық. Сонымен ол жаңағыдай біз академиялық салада жүрген адамдарға ол жаңағыдай не ғой, эврика ғой, ухты, мынада жерде мына бізге нан шығады екен деген сияқты. Біздің жаргонмен айтқанда. Сонымен біздің коллегалармен бірге сол иіс сезу жүйесіне қалай әсер ететіндігін зерттестіріп бастадық та, біз уже жаңа немізді, ғылыми жұмысымызды бітіріп жазып боламыз дегенше уже научная средада, ғылыми ортада көптеген нелер шыға бастады. Жаңағыдай иіс сезу мүшесін бұзатындығы жайлы ғылыми мақалалар шыға бастады. Біздікі де жарияланды, біздікі де шықты, бірақ сосын ол әбден жетік меңгеріле бастады. Бірақ айтайын дегенім, нерв жүйесіне әсіресе жаңағы сезімтал рецепторлар дейміз ғой, көбінесе сезімтал рецепторларға кімдердің ковид вирустарының сезімталдығы жоғары екендігін байқадық. Бірақ қуанышына құлаққа және вестибулярлық системаға көп әсер еткен жоқ. Ол единичный, көп әсер еткен жоқ былай. Көбірек анда-санда. Негізінен көбінесе иіс сезуге қатты әсер етті және еске сақтау қабілетіне өте қатты әсер етті адамдардың. Оны көп адам былай ол ғылыми ортада да ол дәлелденіп жатыр. Ол күнделікті өмірімізде де оны өзімізде де байқап біліп отырмыз, байқап отырмыз. Өзіміздің денемізде сезіп жатырмыз. Жаңағыдай. Онымен қоса жаңағыдай ол
бір жағынан айта кететін нәрсе иіс сезу мен есте сақтау қабілеті ол бір-бірімен тікелей байланысты нәрсе да. Негізінен мида лимбическая система деген жүйе бар. Сол лимбикалық система как раз иіс сезуге де бір жағынан жауапты, а бір жағынан ұзақ мерзімдік еске алуға да жауапты. Ана есіңізде ма? Бір ескі бір нәрсені иіскеген кезде баяғы нелерің есіңе түсіп кетеді. Иә, образдар келеді. Иә, көре бастайсың ғой өзіңе. Сол нәрсе. Соның әсерінен болу керек. Негізінен еске сақтау қабілеті де өкінішке орай қатты әсерленді ковид. Түсініп отырмын, иә, күшті. Енді біз осы ковид вирусынан, соның кесірінен шыққан ауруларды әлі біле жатармыз, біз білмейміз, әйтеуір зерттеу көп, иә. Әлі бұдан кейінгі мысалы 10 жылдық перспективада, 20 жылдық перспективада, келесі нәсілдердегі перспективада бұлардан қандай әсері болатындығын оны тек қана қазір жартысы жаңағы конспирологиямен, жартысы шынмен көре жатармыз, бірақ оны нақты белгілі болғаны бұл ковид вирусы бұл біз дәрігерлердің біле келген, көре келген, үйренсе келген вирусы емес екендігі ол анық. Ол біздің күнделікті күресіп жүрген вирустарымыздың не сатысынан емес екендігі белгілі. Иә, дұрыс. Ал енді сіз перспектива деген нәрсені атап шықтыңыз. Өзіңіздің осы келесі жылғы, 3 жылғы, 5 жылғы жоспарларыңыз қандай? Үйге қайтқанда. Енді әйтеуір бір шетін айта кетсеңіз, бәрін айта бермеңіз, бірақ. Иә, әрине. Жаңағыдай спойлер дейміз ба? Жаңағыдай армандарымыз, мақсаттарымыз енді керемет. Негізінен біздің университетіміз, жаңағы больница ауруханамыз университеттің құрамындағы осына Колорадо университетінің больницасы сияқты ғой, осымен негізі системасы ұқсайды. Истанбул Айдын университеті деген университет бар, жекеменшік университет, соның жаңағы аффилиациясындағы аурухана біздегі. Сондықтан мен сол университеттің медицина факультетінің оқытушысымын сонымен қатар. Енді жаңағыдай мен шын айтқан кезде бала кезімнен армандайтын нәрселерінің біреуі жастар оқыту, бала тәрбиелеу, оқыту. Соны баяғыдан бері армандайтын. Сөйтіп жаңағыдай мені тыңдайтын құлақ тауып алсам, миын ашып түсіндіруге тырысам постоянно. Студент кезімізде өзімнің группаластарым анда-санда мені өтіріктен мақтай ма білмеймін ғой, бірақ енді әйтеуір мақтап қоятын. Сен мұғалім түсіндірсе онша түсінбейміз, сен түсіндірсең жақсы түсінеміз деп. Сол үшін мені сөйтіп қанаттандырып қоятын еді, мен түсіндіріп күшті, тамаша. Айтайын дегенім, жастармен жұмыс істегенді, жастармен жаңағыдай солардың дамуын көргенді жақсы көремін. Сондықтан мына жаңағы біздің Айдын университеті өте жақсы возможность болды да. Сол жерде біздің атология, нейроатология несі бар, лабораториясы бар. Соны дамытуды мен әлектім қазір. Барған кезде бітіруім керек болған жұмыстарым, жоспарларымды қойып қойғам. Алдымыздағы 1 жылдың ішінде осы атология, нейроатологияның техникалық базасын жақсылап күшейтіп алу. Нәсіп болса, одан кейін команданы көбейту. Командамыз қазір шектеулі. Командада негізінен 3 адамбыз біз. Сол команданы көбейту. Енді біз частная структура болғаннан кейін өзіңіз білесіз, недегі сияқты емес, өкіметтегі сияқты емес, жаңағыдай любой кез келген нәрсеге немен қарайды, кост эффективностьпен қарайды. Егер ақша жағынан, финанс жағынан құтқаратын болса, оны кеңейтеді, финанс жағынан құтқармайтын болса, оны ары қарай кеңейтпейді. Тікелей финансқа тікелей байланысты. Сондықтан жаңағыдай мен қалаймын, мен адамдарға пайдалы болғым келеді деген сондай романтикалық нелермен, импульстармен әрекет жасай алмайсыз частная структурада, өкінішке орай. Сондықтан жаңағыдай қаржы керек және қаржы өзін өзі ақтау керек. Сондықтан выхлоп болу керек. Выхлоп болу керек. Сондықтан сол салада осы алдымыздағы 1 жылдың ішінде нені техникалық базасын үлкейту, біз атология, нейроатология клиника несінің лабораториясының. Одан кейінгі жылдардың ішінде жаңағыдай жүйелі түрде нені құру, жаңағы студенттердің ішіндегі ғылыми клубты құру. Өйткені біздің университетіміз әлі не түрінде әлі жас университет.
жас университет болғаннан кейін ол салалар онша әлі дами қойған жоқ. Біріншіден, екіншіден басқа салалар да бар. Мысалы, общий хирургтардың клубтары бар, сосын эмбриологтардың клубтары бар, а бірақ отоларингологтардың клубы, ондай клубы жоқ. Сондай клубты құру деген сияқты сөйтіп, жаңағыдай көбірек пайдалырақ болу негізінде. Күшті сізге енді биіктерден көріне беріңіздер, Рахмет, сол биіктерден. Сонда енді ниетіміз сізге өте күшті, өте орынды. Ал енді Америкадан алған тәжірибеңіз қандай оймен, мысалы мыналар американдықтар мынаны жақсы істейді екен, сонымен енді Түркияға барып енгіземін деген ой бар ма? Алған түйгендерімнің, ең үлкен түйгендерімнің біреуі, бірнеше өзіне түйген нәрселерім бар. Адамның жасаған адам жасайды екен, соны көріп отыр. То есть американдықтар осы жерде жасаған өте мықты жұмыс жасап атқан, өте үлкен нәтижеге жетіп атқан командалардың артық құлағы, артық көзі, артық миы жоқ. Олардың да екі құлағы, екі көзі бар. Біздің де екі құлақ, екі көзіміз бар. Сондықтан олардың жасағандарын дұрыс жаңағы приоритеттерді, жоспарларды дұрыс құрып, дұрыс командамен жүйелі түрде әрекет жасайтын болса, жасалмайтын нәрсе емес, мүмкін емес нәрсе емес, Марстағы нәрсе емес екендігіне толық көзім жетті. Ол бірінші мәселе. Екінші тағы бір мәселе, ол жаңағыдай команданың жауапкершілік мәселесі. Өткенде екеумізбен әңгімелестік қой, әпкесі? Әпкем мені қыдыртып, қонақ қойып, өзінің төркіні болып жақсы. Сол кезде әдем әңгімелескенбіз, уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық қой. Сол кезде есіңізде ме айтқан нәрсеміз, жауапкершілік мәселесі бізде көбінесе проблемада. Адамдармен жұмыс істеген кезде жауапкершілікті бөлісу, жауапкершілігі бар адамдарды табу деген тақырыпта үлкен проблемаларымыз бар. Сондықтан дұрыс адамдарды, жауапкершілікке ие және өзінің жұмысына дұрыс қарайтын тиянақты адамдармен дұрыс жоспар құратын болсақ, негізінен жақсы нәтижеге жетуге болатындығын көріп отырмын. Енді оны қалай енгізесіз? Осы неге общество дейді ғой, қоғамға оны студенттерге жаңағыдай қоғамға енді енгізе қоя алмаспыз, бірақ бір жақсы жері үлкен университет болғаннан кейін жаңағыдай ғой, 40-тың бірі қыдыр дейді ғой, көп болғаннан кейін ішінен шығатын шығар деп отырмыз ғой. Жаңа көптің ішінен міндетті түрде табылар деген. Бірақ жаңағыдай ғой, win-win деген нәрсе бар ғой. Ол саған керек адамды табу үшін сен де оған керек болуың керек та. Сенің де оған пайдасы болатындығына, пайдаң болатындығына, сенің де оған үлесің болатындығына, сенің де оған керек екендігіне көзін жеткізетін болсаң, онда керекті адамдармен байланыс болады деп ойлаймын. Сондықтан адамдарға пайдалы болуға тырыссаң, адамдар да саған пайда болады деген қағидамен жолға шығам деп отырмын. Күшті. Рахмет, Дастан. Енді сұхбатымыздың бір бөлігі осы болсын. Осы әдемі Аншутс деген университетінің ғылыми зерттеу орталығының бағында отырмыз. Әдемі болып. Осы Дастан ініміздің бір аптасы қалды ма осы жерде жұмыс істейтін? Сонымен енді сұхбатымыздың бір бөлігі осы жерде тамамдайық. И бір жаққа енді шығып шай ішейік, өзіміз қазақ болып. Сонда да бір-екі ауыз сөз маған сұхбат бересіз. Сізге рахмет, әпке. Осы жерде менің кәдімгі туысым екендігіңізді сезіндіріп, жалғыз емес екенін бәрібір жаңағыдай жатырқайды. Адам енді жасымыз бәленбай болып, жасымыз 40-қа таяды, бірақ бәрібір адам баласымыз да. Жассыз ғой. Социальное существо дейміз ғой. Жаңа қамқорлық сезінген кезде кәдімгі рахаттанып қаламыз. Так что сіздің орныңыз әбден бөлек маған. Күшті, рахмет. Алғыс, мен де өте ризамын, өте қуаныштымын. Ал енді Дастан, шай ішейік.